есімім Әбдімомын Әлтайыр Рахымжанұлы. Мен жасым 13-те. Мен білім инновация лицейінің оқушысымын. Жалпы 7-ш сыныбында оқимын. Мен бұл суретті менің елім, менің жерім деген тақырыпқа арнап салдым. Сурет салу барысында мен түрлі түсті карандаш, жай карандаш, сызғыш, өшіргіш және фломастер қолдандым. Суретте ең басты салғаным бұл Қазақстан табиғаты. Себебі Қазақстан табиғаты өте сұлу, көркем. Оның таулары мен өзендері өте әдемі. Суреттің ортасына мен киіз үй салдым. Киіз үй Қазақстанның ежелгі және дәстүрлі үйі болып саналады. Оны көбінесе көшпенділер қолданған. Себебі киіз үйді көшіп қонуға өте ыңғайлы болған. Себебі киіз үйді қайта құрастырып, қайта жинау өте оңай болған. Киіз үйдің астына мен ақорданы салдым. Ақорда біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың негізгі жұмыс орны. Ақорданың биіктігі 80 метр, ал салыну басталған жылы 2001 жылы, ал салынып біткен жылы 2004 жылы. Ақорда секілді ғимарат тек қана Қазақстанда емес, ол бүкіл елдерде бар. Мысалға, ақш-та ақорданы ол жерде Белый дом дейді. Ақорданың жанына мен бәйтерек салдым. Бәйтерек Қазақстанның ең сұлу, ең әдемі және ең биік ғимарат болып саналады. Оны көптеген туристер көруге келеді. Бәйтеректің биіктігі 105 метр. Ал сол жаққа мен туды салдым. Бұл ту Қазақстанның тәуелсіздігін білдіреді. Біздің себебі туда бүркіт салынған. Бүркіт көк аспанда бостандықта ұшып жүр. Дәл біз секілді. Біз де Қазақстанда бостандықта ұшып жүрміз. Себебі біз тәуелсізбіз.